Ассалаумалейкум. Атырау халқы, Атырау әуесқой балықшылары. Кешегі Черный речкеде қырылып атқан балықтарды өз көзімізбен көріп келе жатырық. Масқара өте көп. Жігіттер, кешегі Черный речкеге келіп тұрық, мына жерге. Балық дейтін вообще триллион, миллиард емес, ойнақ болды миллиард. Бұның ішінде мынандай жайын балықтар еще қырылып жатыр. Мынаны қараңыздар. Мүмкін емес, мынаны бар ғой. Өте көп мынау дейтін. Мынау қазір ана жерде мұз басталады, мұздың астында бірақ балықтар қырылып жатыр. Мынаның бәрі ауаға жиналып тұр қазір дейтін. Міне, қараңыздар. Миллиард емес, триллион, даже одан да көп. Триллион балықтар. Айту жеткізу мүмкін емес, одан да көп вообще. Ал, мынаған құтқару жұмыстарын жүргізу керек. Бұған волонтерлар керек. Бүткіл жаңағы акиматтың бәрінен, жаңағы военныйлардың бәрін тарту керек бұған дейтін. Мүмкін емес мынаға балықтарды құтқару бар, бәрін жайыққа жіберу керек мынаның бәрін. Сөзім жоқ, мынаған бар ғой. Күй жоқ. Волонтерлардан еш қайсысы жоқ. Тек қана спецавтобазы мен рибақырандар құтқарып атқан. Балық дейтін масқара. Мынандайды мен бірінші рет көрдім. Міне. Мынаның бәрі бостан-босқа қырылып қалды. Бостан-босқа қырылып қалады жігіттер. Небір балықтар бар мынаның ішінде. Карась, сазан, судак, табан, воблы бәрі бар мынаның ішінде. Ауа жұтып тұр қазір мынау. Ал, қараңыздар. Міне қараңыздар. Масқара мынау дейтін бар ма? Өте көп мынау дейтін. Кислородқа келіп тұр бәрі. Ана мұздың астындағылар көбі өлген. Ал, мынаны құтқармасақ, бәрі бостан-босқа қырылып қалады. Жігіттер, балықшы жігіттер, волонтерлар, көмектеріңіз керек осыған. Жалғыз рибақыран спецавтобазға жауып қоймай, көмектеріңіз, қолдарыңыз келіп созыңыздар. Масқара. Ертең осы шабақтар өсет. Жайыққа жіберсек. Жайығымыз балықтан толар еді. Өте көп мынау бар ғой. Небір балықтар іштерінде. Бірақ жайының көбі кішкене өліп қалған. Мына қара. Масқара мынау дейді. Халық болып жұмылдырылмасақ, бұл балықтар қырылу үстінде тұр. Өйткені 2 күнде мұз қататын болса, бұл балықтар бостан-босқа қырылып қалайын деп тұр.